Құрандағы Ар-Рас қауымы. Қасиетті Құранда Аллаһ Тағала біздерге бұған дейін өмірден өткен көптеген адамдардың оқиғаларын ғибрат алу үшін баяндап отырады. Бұл біздер үшін жай ғана әңгіме емес, оның біздің өмірімізбен тікелей байланысы барын жақсы түсінуіміз керек. Сондай оқиғалардың бірін ғибрат мақсатында былай айтып кетелік. Күндердің күнінде Ар-Рас деген өзеннің бойында қарағайға ұқсайтын ағашқа табынатын адамдар өмір сүріпті. Кейбір деректерге сәйкес, олар бұған дейін жойылып кеткен Самуд қауымының ұрпақтары делінеді. Анығы бір ғана жаратқанға аян. Содан аталмыш қауым өздері табынатын қасиетті саналатын ағаштың қатарын көбейту үшін арнайы жер бөліп, оларды Ар-Рас деген өзеннің бойына еге бастайды. Расымен де әбден баптап қарағаннан кейін ол жерден әлгі қасиетті талдар көптеп шығады. Талдың көптігі сонша, олар Ар-Рас өзенінің бойында қаптап кетеді. Осыдан кейін адамдар талмен қоса өзенді де қасиетті санап, ол жерден малдарды суаруға толықтай тыйым салынады. Тек жергілікті адамдарға ғана су алып ішуге рұқсат беріледі. Осылайша адамдар ұзақ жылдар бойы өздері еккен ағаштарға құлшылық етумен болады. Тіпті олар жылда бір айды белгілеп, сол уақытта талға жібек матадан жасалған жамылғылар дайындап, айналасына от жағып, малдарды құрбандыққа шалып, үлкен мереке өткізуді ұйымдастырады. Ағаштардың құрметіне сойылған малдардың қаны ағып, жаққан оттардың көк түтіні аспанға көтерілген сайын адамдар жылап, көңілдері босап ағаштарға сәжде етумен болады. Сол сәтте шайтан келіп, ағаштардың бұтақтарын қимылдатып, «Мен сендерге ризамын халқым» деп дауыстап кетіп жатады. Осыдан кейін адамдар құлшылықтары қабыл болғанын біліп, ішімдіктер ішіп, би билеп, құлшылықтың артын күні түнге созылған тойға ұластырып жібереді. Арада жылдар өтіп, ұзақ уақыт адасқан адамдарды тура жолға салу үшін жаратқан Жаббар Ханзалату ибн Сафуан деген кісіні елші етіп жібереді. Ол болса адамдарға насихат айтып, бір ғана Аллахқа табынуға шақырады. Бұндай насихат ұзақ уақытқа созылады. Алайда жергілікті халық ағаштарды қасиетті тұтып, елшінің сөзіне құлақ таспайды. Талмай еткен әрекеті нәтижесіз болатынына көз жеткеннен кейін Ханзалату ибн Сафуан жаратқанға жалбарынып, «Уа Раббым, мен бұл халықты қанша тура жолға шақырсам да, олар алған бетінен қайтар емес. Өзіңнен сұрарым, олардың қасиетті саналған ағаштарын бір сәтте қуратып, өз құдіретіңді көрсетші оларға. Бәлкім сонда барып, олар ақылға келер» дейді. Расында көп ұзамай Аллахтың қалауымен әлгі ағаштар бір уақытта қурап кетеді. Мұны көрген адамдар шулап, кінәліні іздестіре бастайды. Сонда олардың ішінен біреуі шығып, бұл ағаштардың қурауына мына өзін елші санап жүрген Ханзалату ибн Сафуан кінәлі. Ол біз табынған ағаштарға табынбай, өзінің құдайына табындыру үшін мына талдарды сиқырлап қоюы әбден мүмкін. Соның әрекетінен мына ағаштар қурап кетті дейді. Сосын адамдардың барлығы жиналып Ханзалату ибн Сафуанды ұстап, үлкен ор қазып, оны сонда тастап жібереді де, үстінен жауып қояды. Ештеңеге шамасы келмеген ол сол қараңғы түнекте жаратқанға жалбарынып, «Уа Раббым, менің өзіңнен басқа табынар да, сұраушым да жоқ. Менің жағдайым белгілі. Мына тар түнектен мені өзің құтқармасаң, ешкім жәрдемші болар емес. Бұлай жаным қысылғанша ертерек кеудемнен жанымды ала қойшы» деп ұзақ дұға етеді. Ертесіне Аллахтың қалауымен оның жаны бойынан шығып кетеді. Елшісіне жасаған жамандықтың есесі ретінде жаратқан Жаббар көп ұзамай аспанда түнекке айналдырып азап алып келеді. Қатты дауыл соға бастайды. Бір уақытта жерден от шығып, Ар-Рас қауымы күлге айналып, сол сәтте толықтай жойылып кеткен екен. Осылайша Аллаһ Тағала біздерге иман етудің қаншалықты маңызды екенін, әрі қарсы келгеннің азабы ауыр болатынын осы секілді оқиғалар арқылы баяндап отыр. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады. Сондай-ақ біздің TikTok'тағы Құран тағылымы деген арнайы парақшамызға жазылыңыздар.